Көп адамдар жұмыс істесін мейлі, кәсіппен айналыссын маңызды емес, өзінің кәсібін, өзінің жұмысын, өзінің мінезінен салады ғой. Айтады да, мен мінезім бар, не істеймін енді. Бірақ біз білмейміз да, сол мінезіміз біздің айналамыздағы нәтижелерімізге тікелей байланысты. Көп кәсіпкерлер сол мінезін игере алмағанның кесірінен қаншама клиенттерден айырылып қалды, қанша қызметкерлерден айырылып қалды, қаншама серіктестермен ұрысып қалды. Менің туа біткен мінезім деп мінезге салатын болсақ, біз көп нәрседен айырыламыз. Егер жауапкершілікті өзімізге алып, мен өзімнің мінезімді өзгертемін, мен өзімнің қырсықтығымды аттап өтем. Мен қиын кезде, тартысып қалған кезде бірінші жол берем. Мен бірінші кешірем. Мен басқалардың жетістігіне қуанам деп өзімізге таңсық қабілеттерді осознанно қалыптастырып, сонымен жұмыс істеп, үнемі өзімді түзетіп отырсам, ол әрекетім бірте-бірте әдетке айналады. Ол әдетім менің мінезіме айналады. Адам қай кезде өзгереді? Адам өзінің әрекеттерін өзгерткен кезде өзгереді. Сол үшін мен ойлаймын, әрбір жас кәсіпкер, әрбір тұлға, жеке тұлға, ол өзіне осы сұрақты қою керек та, менің мінезім қандай деп, және де менің мінезім менің өміріме қаншалықты әсер етіп